Армысыз оқырман қауым. Астана қаласы халықаралық бакалавриат бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің YouTube арнасына қош келдіңіз. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны мен стилі ешкімге ұқсамайтын көркем тілі бар көрнекті қаламгерлердің бірі Оралхан Бөкей. Қазақтың бай сөздік қорын ор текеде ойнатқан Орекемнің «Апамның астауы» атты әңгімесі бүгінгі сезімнің арқауы болмақ. Ол кезде мен бала едім, апам жастау еді деп басталатын шығарма байқағаныңыздай балалық шақ, ананың ыстық құшағы, туған үйдің түтіні, ауылға деген сағыныш сезімдерін өзек еткен өнегелі әңгіме. Көзге көрінбес, қолмен ұстап болмас, алайда ғұмыр бойы перзентімен тылсым байланысын үзбеген ананың құдіретін, шексіз махаббатын тағы бір мойындайсыз. Арда аттамаған, 10 саусағынан өнер тамған, тағдырынан қанша қиындық көрсе де мойымаған ана бейнесін автор ерекше сомдай білген. Ардақты ананың барлық болмысын біз іс-әрекетінен білеміз. Автор таңда осылай. Автор өз анасының бос сөзге бой алдырмайтынын, тектілігі мен тазалығын текісімен, өнерімен жеткізгісі келген, жеткізе алған. Шығарманы оқу барысында автор апасының өзінің әжесі емес екендігін білсе де, олай қабылдағысы келмейді. Апасының аялаққанын орталық кейіпкер ғана емес, оқырман да перзентіндей сезіне алады. Бұл сөзсіз автордың қол жеткізген әсері, шеберлігі. Бұған басты себеп апасының немересіне деген шексіз аналық махаббаты. Қарапайым ауылдың күнделікті тірлігі, апасының өзгеден бұрын өзіне ғана сенуі, кез келген шаруаны шын ықыласпен орындауы, адам баласына артық сөз айтпауы, немерелеріне деген әжелік мол мейірімі, мақтан етерлікте есмерлігі ана образын керемет қалыптастырған. Бүгінгі күнде жоғалып бара жатқан құндылықтар біздің ұлтқа ғана тән кейбір өнер түрлерін арамыздан күн сайын кеміп бара жатқан көненің көзімен үйреніп қалудың, тым болмаса жазып алудың маңыздылығы автордың негізгі айтпағының бірі. 4 күндік пәниде барлық жалған, жиған дүниең де ақшаң да қалады. О дүниеңе өзің кеткенмен артыңда жақсы ат пен өнегелі өмірің ғана үлгі болып қалуы автордың өз оқырмандарына тағы бір айтқысы келген насихаты. Көлемі шағын, алайда мағынасы мен өмірлік тағылымы кейбір романдарға бергісіз осындай керемет туындылар төл әдебиетімізде қаншама. Өзгенің жылтырына қызықпай, ұлтымыздың үлгі етерліктей кейбір асылдарын бағалай білейік. Замандас. Арнамыз назарымыздан тыс қалмасын. Келесі кездескенше аман болыңыздар.